Сәлем достар, бүгін сіздерге свекольный салат рецептін ұсынамын. Жасап көріңіздер үйде. Өте дәмді әрі тойымды 5 минутта жасалатын салат. Бізге қажет болады 3 жұмыртқа қайнатылған және көбік қылып тураймыз, кіші көбік қылып. Және қызылша, 2 дана қызылша, қызылшаны да ұсақты түрістеп тураймыз. Өздеріңіз қалауларыңызбен турауға болады. Салатымыз әдемі көріну үшін мен майдалап турауды шештім. 2 дана сарымсақ, яғни чеснокты осылай майдалап сығып аламыз. Қара бұрышты қалауларыңыз бойынша саласыздар. Дәміне қарап шым-шым тұз қосамыз. Майонезді 3 асықтай қосамыз. Жақсылап араластырып, ыдысымызға сала берсек болады. Өте тез әрі дәмді, әрі тойымды, тәтті салатымыз дайын. Жасап көріңіздер, сіздерге кеңес беремін. Егер менің рецептім сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Рахмет.